сатады. Purchase деген алу, sold сату. Сонда ортада қанша дефект? 8 жылда 54-ге не қанда көтерілген. 8 жылда 54.000 доллар, иә? 54.000 доллар дегенім ме? Assuming that the value of house increases at a constant annual rate. Ол жылда дейді. Constant annual rate дейді. Annual деген бір жылық. Жазамын. Annual жылық. Жылық бірдей көрсеткішпенен increase көтерілсе, increase жаздық қой бұл неше рет. Жылда бірдей көтерілсе, 2018 жылы will the price of the house 2018 жылы сені қандай болады? Ал айтың ал. 8 жылда Қысы жоқ болады. Калькуляторға сыз. Оны шығара аласыз ғой, түсіндіңіз ғой. 4-ке өтің онда. Бірінен жоғарыда еді. Мыяққа мынаны тап. Тұра берсін, нормально. Так. To join дейді. Join деген не зат? Жақсы білесіз ғой join, телеграмда join деп тұрады. Жіберу. Яға ол? Join деген бір каналға, группа кіре жағында join. Кіру, қосылу. Eastside Country Clubқа қосылу дейді. One must pay $D for one time. Демек сіздер бір каналға, группа қосылу жағында бір мәртелік төлем қыласыз дейді. бір мәртелік $D деген доллар төлем қыласыз. Енді ол membership деген азар болудың төлемі. $U төлейсіз дейді кейін. Monthly деген не зат? Monthly? Айна кейін $U төлейсіз. Так, ол дейді if егер first month бірінші айда free деген не зат? Сен білесің, free деген не? Бесплатно. Free деген. Бесплатно? Төлемесең. If the first month is free. Демек, бірінші айға сен ақша төлемесең. Бірінші айға ақша төлемесең. Так, what is the total amount? Не дейді? Total деген не дейді? Переводы? Улма мұғдары, amount мұғдары. Улма мұғдары Y-тің дейді. X months. X айда a person joined the club. X айда анау ағза болғаннан кейінгі төлем қанша болады? D деген не зат ма? In terms of D деген one must pay $D for one time membership. бір мәрте қосылу. Бір мәрте қосылуға айына $U ақша төленеді, бірақ бірінші ай бесплатно. Y айда Y-ті тауы дейді. X айда қанша не болу керек? X айда. Так, кейін Ізіне плюсті, мынау бір мәртелік төленесін көрем ғой. Б болады, себебі бір ай бесплатно. Next. Бұл баран жоқ. Так, яқшы. Жөйді. 90-нан 2000-ға шекеміз. Population деген? Population деген халық. Population of the city. A деген қаланың халқы 90-нан 2000 жылға шекем 12.000-нан 28.000-ға көтерілді. Енді population of city B қаласының халқы 18.000-нан 24.000-ға шейін көтерілді. If the population of the two cities increased at a constant rate, бірдей дәрежеде көтеріліп жатқан болса дейді, бірдей жылда бірдей көтеріліп жатқан болса, in what year was the population of both cities the same? Енді қайсы жылы олардың халқы тең болып қалады дейді. Same деген бірдей. Both деген екі қаланың халқы бірдей.